Міржақыптың бейіті табылып, Алаш арысының денесін алып келуге Қазақстаннан бірнеше адам аттанды. Солардың бірі режиссер, зерттеуші Халила Омаров. Мынандай нәрсе бар қазақта. Жағың ажырамай жамандық көрме деген. Бұл мен бұрын түсінбейтінім. Сонда біз 56 жылдан кейін жаңа Міржақыпты қазып алған кезімізде бас сүйегін, шашы қап-қара, тіп-тік. Сонда қараңыз, бас сүйекті алып бүйтіп қойған кезімізде, ана мақтамен әдемі көмкіп, бір киізде былай бүктедік қой. Аппақ киізді, сөйтіп сол мақтаны төсеп, ана киізді мен айттым осылай жасаймыз деп. Сөйтіп мына қойған кезде жағы ажырады. Сонда қараңыз, Міржақыптың өзінің киелі адам ғой. Анау бөлек бөтен елде қанша жыл жатып, сөйтіп туған жеріне келіп, енді өзінің туған жеріне көмелесінде жағы ажырады ғой. Көрдің қалай? Міне, сөйтіп сол Міржақыпты жерледік. Әрине Гүлнар апай өте толқулы болды. Гүлнар апай, Гүлнар Міржақып қызы, тектіден қалған жалғыз тұяқ еді. Міржақыптың өзге балалары жастай шетінеп кетті. Оған 5 бала, 3 ұл мен 2 қызға әке болуды жазған екен. Содан тірі қалғаны тек осы Гүлнары ғана. Ол әке аманатына адал болды.